Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен кешкі асқа кереметтей тамақ жасайтын боламыз. 2-ақ мың теңге кетті осы тамаққа, бірақ 6 адамға жетті. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен майларыңызды қыздырасыздар. Қызып тұрған майға фаршымызды салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Фаршты қуырған кезде міндетті түрде суы бөлінеді. Сол тартылғанша, яғни қызартып арасын ашып, осылай қуырасыздар. Одан кейін пиязды ұзыншалап турап, оны да бірге 1-2 минуттай майда қуыратын боламыз. Картопты жақсылап жуып, суға жақсылап жуыңыздар. Крахмал толық кету керек. Ұзыншалап осылай турайсыздар да, татымына қарай тұз, томат, соя соусын құйдым. Және бәрін толықтай тағы да араластырып қуыратын болам. Ең соңында осылай бұрыштарды қостым. Жасылы мен қызылын араластырсаңыздар керемет болып шығады дәмі. Және 50 миллиграммдай кішкене ғана су құйып 30 минутқа бұқтырып қойдым. Енді лавашымызды аламыз. Мен осы лавашты 365 теңгеге алдым. Ішінде 3 ұштықтан 2. Салмамыз дайын болды. Кішкене сыр қосып жібердім, және қияр турадым да, томат пастасы, кетчуп деп жатамыз, яғни кішкене майонез қостым. Осыны жақсылап лавашты ораған кезде міндетті түрде асықпаңыздар, жыртылып кетпесін. Табаны қыздырамыз да, қақпағын 5 минутқа жабамыз да, 2 жағын аударып, осылай пісіріп аласыздар. Керемет болып шықты, жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы.